сіздермен 4-ші сынып оқушылары. Өзін-өзі тану пәні сабағына қош келдіңіздер. Ақмола облысы білім басқармасының Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімі, Тастыталды ауылының жалпы орта білім беретін мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып және өзін-өзі тану пәні мұғалімі мен Есенғазина Ләззат Шүкірқызы. Бүгін сіздермен туған жердің әсемдігі тақырыбындағы сабақты жалғастырамын. Сабақтың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері мейірімділік, қайырымдылық, қамқорлық. Қане оқушылар, денелеріңізді түзу ұстап, аяқ-қолды айқастырмай отыруларыңызды сұраймын. Қазір біз демалу жаттығуларын жасаймыз. Біз демалу жағдайымызда дем қойғанда, біздің ойымызда тынышталады. Демді ішімізге тартқан кезде, біз өзімізге тыныштық пен қуанышты ала кіргіземіз де, дем шығарған кезде барлық мазасыздықты шығарамыз. Қане достар, дайындалайық. Көзімізді жұмып, арқамызды түзу ұстаймыз. Қолды тіземізге қоюға болады. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жарайсыздар. Оқушылар, өткен сабақта үй тапсырмасы ретінде Өтебай Тұрманжановтың «Туған өлкем» өлеңін түсініп оқуға берілген болатын. Ендеше мына сұрақтарға жауап берейік. Адам неліктен туған жерін аңсап тұрады? Жері байдың, елі бай деп атаудың себебі неде? Өзің әсем жерлерді көргенде қандай сезімге бөленесің? Қазір мына бейнематериалды көру арқылы осы сұрақтардың жауабын толықтырасың деген ойдамын. Жер қойнауындағы байлықтары жөнінен Қазақстан әлемде алғашқы орындарда тұрғанын білесің бе? Балалар, туған жеріміз минералдық қазбаларға өте бай. Мұның дәлелі жерімізден Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған. Еліміз вольфрам, қорғасын және барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында, ал хромит, күміс, цинк қоры бойынша екінші орында. Марганец пен молибден қорынан үшінші орында тұр. Жеріміз мыс қоры жөнінен әлемде 4-ші ел болса, алтын қоры бойынша 6-шы орында. Ал мұнай қоры жөнінен еліміз әлемдегі алғашқы 10-қа кірсе, ашылған уран кен орындарының дүниежүзілік қоры бойынша 2-ші орында тұр. Балақай, сен мұнымен мақтануға тиіссің. Дәйек сөздің мағынасын өткен сабақта талқылаған болатынбыз. Түсініп оқып, есімізге түсірейік. Мен елімді сүйемін. Сырбай Мәуленов. Туған жердің көгілдір аспаны сенің кеудең секілді. Сол аспанның төсінде түнде жарқырап тұрған жұлдыздар сенің көздерің секілді. Сен сол туған жердің аспанымен тыныстайсың. Туған жердің жарық күнімен алысқа қарайсың. Туған жерсіз адамның күні жоқ. Алыс кетсең, өз үйіңнің мұржасына дейін сағынасың. Туған жерің түсіңе енеді. Алыстан сені қол бұлғап шақырады. Туған ел мағынасы тереңде жатыр. Балғын балалық шақ, күлдір-күлдір кісінеп, айнала шапқылаған алаяқты құлыншақ. Сәуірде бүршік атқан, қылқиып күн көзіне көрінген балауса көк шөп. Өзен үстінде үйіріліп ұшқан шағала, кемеріне жайлап соққан көгілдір көл. Күннің қызғылт шапағына бөленген үйлер, осының бәрі тұтас тұрған туған ел. Ал енді ананың бесікте жатқан әлдейі, әженің тамылжыта төккен тамаша ертегілері, туғандарыңның мейірбанды күлкілері,
жеңгелеріңнің тәтті әзілдері. Осының бәрі туған еліңнің керемет сипаттары. Туған елдің тілі барша жанға түсінікті. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Иә балалар, дұрыс тұжырымдадыңыздар. Туған жердің табиғаты жылдың 4 мезгілінде де өзінің таңғажайып құбылыстарымен таңғалдырып отырады. Табиғаттан бәрін табуға, бәрін үйренуге болады. Табиғаттың әсем де сұлу көріністері жайылған дастархан секілді. Табиғат адам үшін ашық тұрған кітап тәрізді. Табиғат адамға қуаныш сыйлайды, шабыт береді. Оттан төде мәңгі өшпес, із қалдырды санама. От құшағы естен кетпес, балаймын мен анама. Отанымды әрқашанда мақтан тұтып жүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Аялайды айдың көлі толқынымен тербетіп, маңдайымнан самал желі сипап өтер әндетіп. Отанымды әрқашанда мақтан тұтып жүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Өз отаным отбасында бейбіт өмір сүремін. Еркелетіп сағымдала марқайтады жанымды. Асқар таулар бағдар жамдай бағыт берді танымды. Отанымды әрқашанда мақтан тұтып жүремін. Өз отаным отбасымда бейбіт өмір сүремін. Өз отаның отбасында бейбіт өмір сүремін. Құрметті оқушылар, сабағымыз аяқталуға таяп қалды. Қазір сәл тыныштықта отырып, бүгінгі сабақты ой елегінен өткізіңіздер. Сабақтың өздеріне ұнаған кезеңдерін жүректеріңізде сақтаңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.